Қайырлы күн достар, сіздермен бірге Амангүл Жұмабекқызы. Бүгін сіздермен өте дәмді әрі жұмсақ болып шығатын шарлотка пирогын дайындайтын боламыз. Пирогымыздың құрамына ұн, айран, қант, жұмыртқа, сұйық май, 2 алма, 1 алмұрт, қопсытқыш және ванилин керек болады. Ең алдымен жұмыртқамыз бен қантымызды көпіргенше миксерлеп аламыз. Қантымыз ерігенше әбден миксерлеңіздер, өйткені қантымыз ерімесе пирогымыз көтерілмей қалады. Енді үстіне сұйық майымыз бен айранымызды құйып, тағы да бір миксерлеп аламыз. Енді үстіне ванилин мен қопсытқышымызды саламыз және аз-аздан ұнымызды салып миксерлейміз. Кейін алмұртымыз бен алмамызды артық бөліктерін алып тастап, видеода көрсетілгендей кесіп дайындап аламыз. Кесіп алған алмамызды қамырымызға салып, жақсылап араластырамыз. Табамызға пергамент кигізіп, еріп тұрған сары маймен барлық жерін майлап шығатын боламыз. Осы уақытта пешімізді де 150-180 градусқа қыздырып қоямыз. Енді табамызға дайын болған салмамызды саламыз. Енді үстіне тураған алмұрттарымызды сәндеп ұзынша қойып шығамыз және қызып тұрған пеште 40-50 минут пісіріп аламыз. Пирогымыз дайын болды. Енді табамыздан босатып, суытып аламыз. Енді үстіне сахарная пудрамызды сәндеп сеуіп шығамыз. Бұл міндетті емес, тек әдемілікке бола. Міне достар, біздің шарлотка пирогымыз дайын болды. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Астарыңыз дәмді болсын. Сіздермен бірге болған Амангүл Жұмабекқызы.